Саламатсыздар ма? Азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Дүние жүзінде және Қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды оқиғаларға бірге көз салайық. Үндістанның премьер-министрі Ауғанстанға ресми сапар шегіп, қаржылық және әскери жәрдем беру жайын талқылады. Тарихи түрде Исламабадтың алаңдауына қарамастан Кабул мен Дели әркез тығыз һәм достық қарым-қатынасын үзбей келген. Нарендра Моди Кабулға келіп, Ауғанстандық әріптесі президент Ашраф Ғанимен кездескенде елдің жаңадан салынған парламент ғимаратын ашу салтанатына да қатысты. Бұл ғимараттың құрылысы үшін Үндістан Ауғанстанға жалпы сомасы 90 миллион ақш долларына тең қаржылық техникалық көмек берген еді. Ресми сапар кезінде Үндістанның Ауғанстанға 4 Ми-25 әскери тікұшағын беретіні де белгілі болды. Үндістанның сыртқы істер министрлігі Делидің Кабулға бөліп жатқан қаржылық көмегінің 2 миллиард ақш долларына жетеғабыл екенін мәлімдеді. Кабул сапарынан соң Үндістан премьері күтпеген жерден Пәкістан астанасы Исламабадқа аттанды. Соңғы рет үнді премьері көрші мемлекетке 2004 жылы ресми сапармен барған болатын. Ауған әскерінің Гельмент уәлаятына бекінген Талибан содырларымен соғысы әлі жалғасып жатыр. Гельмент дағдарысы мен Кундуз қаласының бірнеше күнге талиптер қолына түсуі президент Ашраф Ғаниге деген саяси қысым мен сенімсіздікті күшейтті. Соңғы айда Гельменттің кем дегенде 4 ауданы Талибанның қолына өтіп кеткен соң, ауған әскері шабуылын үдетті. Бұл уәлаят заңсыз түрде апиын өндірілетін ірі аймақ болып саналады. Былтырдан бері батыстық жаяу әскердің қолдауынсыз қалған ауған армиясы ендігі соғыста тек НАТОның әуеден демеуіне сүйенеді. Ауғанстан әскерінің өкілі Гельментте талиптер түнде бейбіт тұрғындардың үйіне тығылып, күндіз шабуылға шығатынын айтады. Әскер мен полиция арасындағы үйлестіру ісі ақсап жатыр деп Кабулды сынаушылар да бар. Талибанның қайта күшеюінен қауіптенген Ұлыбритания жуырда Гельментке әскери кеңесшілерін жіберген. Олардың арасында арнайы әскер де бар деген мәліметті Лондон жоққа шығарады. Ирак әскерінің Рамади қаласын 3 тәулік ішінде Даиш содырларынан қайтарып алу жоспары ақырындап болсын жүзеге аса бастаған сияқты. Бейсенбі күні әскер қаланың оңтүстігіндегі кварталдарды азат етіп, миналардан тазартуға кірісті. Рамадиге сейсенбі басып кірген Ирак әскері ислам мемлекет содырларын қаланың Хайаль-Зуббат сияқты бірнеше ауданынан тықсырып шығарып, кварталдарды жарылғыш заттардан тазартып жатыр. Әскери басшылықтың мәлімдеуінше, қаланы қайтарып алу операциясы баяу жүріп жатыр. Өйткені Бағдад радикал сүннит исламшылдарға қарсы тек үкімет әскерін салып отыр. Соғыс қылмыстарын жасады, я қатыгездік қылды деген айыпқа қалмау үшін жергілікті қарулы шиит жасақтарын іске қоспаған. Ирактың контртерроризм қызметінің өкілі қарсыласқан Даиш содырларының көбі қаза тапқанын, ирактық снайперлер Рамади қаласындағы үйлердің шатырларына шығып, стратегиялық маңызды позицияларға орнығып алғанын айтты. Бағдаттан 90 шақырым жерде тұрған Рамадиден Ирак әскері биылғы мамырда айырылып қалған еді. Желтоқсанның 24-нен 25-не қараған түні дүние жүзінің католик және протестант христиандары Ғайса пайғамбардың туған күні деп саналатын Крисмас мейрамын тойлады. Пайғамбар туған қала деп есептелетін Израильдегі Вифлеемде де мерекелік іс-шара өтті. Мыңдаған туриспен зиярат етуші христиан Ғайса пайғамбар туған қалада Крисмас мейрамын атап өту үшін Израильдегі Вифлеемге ағылды. Салтанатты діни құлшылықты Иерусалим патриархы Фуат Туаль өткізді. Патриарх жиналғандарды бейбітшілікке шақырды. Бұл мейрамды Сириядағы Джобар сияқты соғыс аймағында қалған қалаларда да мерекелеп жатты. Христиандар Сирия халқының 11%-на тең. Кейбір еуропалық христиандар мен туристер суық климаттан қашып, мейрамды күн шыжып тұрған Австралияның мұхит жағалауында қарсы алды. Кубада 90-шы жылдардың ортасына дейін Крисмас мейрамын тойлауға тыйым салынған еді. Бірақ қазір бұл елдің христиандары да діни мерекені емін-еркін атап өтіп жатыр. Әлбетте, Ғайса пайғамбардың туған күніне арналған католик һәм протестант христиандардың ең басты оқиғасы әрі құлшылығы Ватиканда өтті. Рим папасы Франциск уағыз айтып, адамдарды тауар тұтынушы табиғаттан өмір құндылықтарына қарай бұрылуға шақырды. Еуропадағы Крисмас мейрамының басты құлшылығы өткен Ватикандағы Әулие Петр соборының төңірегінде жұмаға қараған түні қауіпсіздік шаралары ерекше күшейтілді. Рим папасы Франциск осымен 3-ші мәрте шіркеу басшысы ретінде жаңа жылдық уағыз айтты. Понтифик әлемдегі жүздеген миллион католикті мұқтаждарға қол ұшын созуға үндеді. Ол кедейлікте өскен Ғайсаның өмірінен ғибрат алуға шақырды. Рим папасының сөзін тыңдау үшін Әулие Петр соборына 10 мыңнан астам адам жиналды. Бүгінгі назар ілінген халықаралық оқиғалар реті осындай болып шықты. Апта соңы баршаңызға жайлы өтсін. Тағы жүздескенше күн жақсы.